Сәлеметсіздер ме, балалар? Біздің бүгінгі сабағымыз 10-шы сынып Қазақстан тарихы, қазақ халқының дәстүрлі мәдениеті, дала өркениетінің мұрасы бөлімі бойынша тарихи және мәдени ескерткіштер тақырыбы. Балалар, бүгінгі сабақта типологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, тарихи және мәдени ескерткіштерді классификациялаймыз. Балалар, ал енді сабағымызды бастамас бұрын мына сұрақтарға назар аударайық. Ұлттық рухани қасиетті жерлерді білу не үшін керек? Сакральды сөзі мағынасын қалай түсінесіз? Балалар, осы сұрақтарға қарай отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбы не жайлы деп ойлайсыздар? Және бұл сабақта не туралы айтылуы мүмкін? Ендеше сабағымызды ары қарай жалғастырайық. 2017 жылы сәуірде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында рухани қайта өрлеудің ұлттың басты міндеттерінің бірі деп атаған. Рухани қайта өрлеу жолдарының бірі Қазақстанның рухани қасиетті орындарына, сакральды орындарына қоғамдық назарды аудару болып табылады. Олар рухани дәстүр негіздерінің бірі ретінде қарастырылады деген. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады. Оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі. Біз ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы даланың көз жеткісіз, кең байтақ аумағы тарихта түрлі роль атқарған. Бірақ осынау рухани географиялық белдеуде мекен еткен халықтың тонның ішкі бауындай байланысы ешқашан үзілмеген. Біз тарихымызды осынау көркем, рухани, қастерлі жеріміздің біртұтас желісін бұрын соңды жасаған емеспіз. Мәселен, еліміздегі ескерткіштер, ғимараттар мен көне қалаларды қалпына келтіруде тұрған жоқ. Идеяның түпкі төркіні Ұлытау жеріндегі жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет Яссауи мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, Алтайдағы көне қорымдар мен Жетісудың киелі мекендерін және басқа да жерлерді өзара сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыруды меңзейді. Рухани қайта өрлеу бағдарламасын жүзеге асыру шеңберінде 2017 жылы мамыр айында сакральды Қазақстанның қасиетті жерлерінің жобасы жасалды. Сакральды Қазақстан картасы жасалып, онда барлық аса маңызды нысандар көрсетілді. Сакральды нысан, қасиетті орын, жер, мифологиямен, дәстүрлі дінмен және сеніммен байланысты ерекше құрметтелетін қасиетті нысан. Сәулет өнерінің немесе тарихтың ерекше құрметтелетін ескерткіштері, бірегей табиғи ландшафт делінген. Мұнда сіздер Қазақстанның сакральды картасын көріп отырсыздар. Сакральды орындар екіге бөлінеді екен. Макросакральды, микросакральды. Макросакральды бұл жалпы ұлттық маңызы бар ескерткіштер. Микросакральды жергілікті тұрғындар үшін ғана маңызы бар қасиетті жерлер. Өз үлгісі бойынша қасиетті орындар 4 топқа бөлінеді. Табиғи ландшафтлы нысандар, археологиялық және сәулет өнерінің ескерткіштері, қасиетті діни қажылық орындар, тарихи тұлғалар мен саяси оқиғаларға байланысты жерлер болып 4-ке бөлінеді екен. Қазақстан Республикасының
1992 жылғы 2 шілдедегі тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы номері 1488 12 заңында 4 бабында тарихи мәдени ескерткіштер, қала құрылысы және сәулет ескерткіштері болып, археологиялық ескерткіштер болып, және ансамбльдер болып 3 топқа бөлінеді екен. Ал енді жаңағы айтып кеткен қасиетті орындарымызды қарастыратын болсақ, оның бірі табиғи ландшафтлы нысандар тобы. Әулие Ақмешіт тауы, Хан Тәңірі шыңы, Мұзтау, Шымкент маңындағы Қазғұрт тауы, Абай ауданындағы Қоңырәулие үңгірлері, Отпан тауы, Бектау тауы, Қаратаудағы Жылаған ата үңгірі, Қоңырәулие үңгірі, Шарын шатқалы, бұлардың барлығы табиғи ландшафтлы нысандар тобынан кіреді екен. Ежелгі дүниенің археологиялық ескерткіштері қоныстар, жерлеу орындары дедік. Олардың ішінде Ботай қонысы, Бегазы археологиялық кешені, Тамғалы жартас суреттері, Есік, Боралдай, Шілікті, Берел қорғандары, түркілік кезеңдегі Мерке және Жайсан ескерткіштері барлығы 12 нысан бар. Бұл топқа ежелгі орта ғасырлық Шірік-Рабат, Тараз, Жент, Сығанақ, Отырар, Созақ, Сауран, Сарайшық, Сайрам қалашықтары кіреді. Екібастұзға жақын Ақкөл жайылма деген жерлерде 14 ғасырда жататын ескі қаланың орны назар аудартады. Бұл жерде бір замандарда Ақ Орда хандарының ордасы болып орналасқан делінген. Ежелгі дүниенің археологиялық ескерткіштер қоныстар жерлеу орындарына, мысалы мында сол жерлерді көрулеріңізге болады. Ботай қонысы, Бегазы археологиялық кешені, Тамғалы жартас суреттері, Шірік-Рабат, Сығанақ, Есік қорғандарының мында сіздер бейнесін көре аласыздар. Қасиетті діни қажылық орындар, діни және киелі орындарға Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Айша бибі кесенесі, Үкаш ата кесенесі, жер асты мешіті мысал бола алады. Және сонымен қатар Қазақстан жерінде жаңа біз айтып кеттік, қасиетті сакралды орындар өте көп деп, бұл солардың ішінде бірегей мысалдары. Тарихи тұлғалар мен саяси оқиғаларға байланысты жерлер деп аталатын 4 топқа келетін болсақ, мұнда соның бір мысалы ретінде Абылай хан ескерткішін, Ахмет Байтұрсынұлының ескерткішін, Исатай Тайманов пен Махамбет Өтемісұлы ескерткіші, Қобыланды батыр ескерткішін мысал ретінде көрсетуімізге болады. Бұндай тарихи тұлғалар мен саяси оқиғаларға байланысты жерлер біздің Қазақстан жерінде өте көп деп кездесетінін сіздер білесіздер. Ал енді балалар, осы өтілген тақырыпты қорытындылау мақсатында енді біз мына тапсырмаларды орындап көрелік. Бұл жерде оқы, ойлам, пайымда әдісі бойынша тапсырма берілген. Мәтінмен танысып, сұрақтарға жауап беріңіз. Және тапсырманы орындар кезінде дескрипторға ерекше мән беріңіз. Ал енді жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Мен сіздердің жауаптарыңызды осыған ұқсас болды деп ойлаймын. Ал қателіктер болса, қатемен жұмыс жасаймыз. Сан ғасырлық тарихы бар басқа да қандай ескерткіштер бар деген жерде сіздер басқа да көптеген ескерткіштің түрлерін жаза аласыздар. Өйткені біздің жеріміз тарихи ескерткіштерге өте бай. Сіздің әрбір жауабыңыз мен үшін құнды. Ал енді келесі тапсырмаға көшелік. Бұл толықтыру кестесі деп аталады. Ескерткіштерге қатысты кілт сөздерді атап, түсіндірме беріңіз дейді. Мысал, қала құрылысы және сәулет ескерткіштері. Қарахан кесенесі кілт сөз, түсіндірме. Қарахан кесенесі Тараз қаласында орналасқан. Және бұл жерде де
алынған ақпараттың негізінде кестені толтырасыздар және қорытынды ой жазасыздар. Ал қанекей іске сәт. Енді мен өздеріңіз жауабын тексеріп көріңіздер. Бұл жерде әрине балалар, бұл мысал ретінде берілген. Бұл жердегі кілт сөздер, түсіндірме сөздер сіздің жазған кілт сөзіңізге байланысты өзгеруі мүмкін. Ал қорытынды ой Қазақстан аумағындағы тарихи мәдени ескерткіштердің адамзат үшін маңыздылығы неде? Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайтын болсақ, ұлттық бірлікті қалыптастыру үшін ұлттық рухани қасиетті орындар, халықтың сыйынатын және құрметтейтін сакральды нысандары үлкен маңызға ие екен. Бұл сакральды нысандардың ішінде табиғи нысандар, археологиялық және тарихи ескерткіштер, діни табыну нысандары мен мәдени тарихи ескерткіштер бар. Бұлардың бәрі жиналып халықтың тарихи жадының жинағы болып табылады. Ал енді сіздерге үйге тапсырма, оқу тапсырмасы берілген тақырыптан кемінде бір-екеуін таңдап, мұнда тұрған мінекей, оқулық интернет ресурсын пайдаланып, критерий бойынша келесі сабаққа презентация жасайсыздар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызда өтілген тақырыптарды қорытындылай келе, біз кері байланыс берелік. Ол 4 мәселе әдісі бойынша. Бірінші, еске сақтау керек бір маңызды мәлімет жазасыз. Сіздің көбірек білгіңіз келетін 2 мәлімет жазасыз. Сіз бұрыннан білетін 3 мәлімет жазуыңызға болады. Сіз үйренген 4 мәлімет. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.